Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін дүниетану пәнінен өтетін тақырыбымыз ежелгі қала отырар. Оқу мақсатымыз түрлі дерек көздерді зерделеу арқылы ежелгі қалалар мен ескерткіштерді сипаттау. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда Ұлы Жібек жолы туралы және ежелгі қала отырар туралы таныс боламыз. Алдымен мына бейнефильмді көріп алайық. Ұлы Жібек жолы. Көз алдыңда күн астында күйіп тұрған алып шөл далалар, аяғы көрінбейтін қымбат жүктері бар керуендер, мыңдаған шақырым жол жүріп өткен саудагерлер, алдындағы мақсатына қырлардан, шөл даладан да өтуге дайын көпестер елестейді. Жол барысында жаңа қалалар пайда болып, ескілерінің тас талқаны шықты. Керуендер өтетін шаң басқан жолдар арқылы қымбат маталар, асыл тастар, алтын мен күмістен жасалған заттар, экзотикалық жануарлар тасымалданды. Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты байланыстырып, қалалардың, тіпті жаңа мемлекеттердің пайда болуына өзіндік септігін тигізген. Талай тарихи орындардың әлемге танылуына әсер болған теңдесі жоқ сауда маршруты. Бұл сауда жол ғана емес, екі алпауыт цивилизация арасындағы мәдени, экономикалық көпір деп айтуға толық негіз бар. Жібек жолының тарихы біздің заманымызға дейін 138 жылдан бастау алады. Сол жылы Қытай императоры батыс жаққа сауда жасайтын серіктестерді іздеу үшін арнайы дипломатиялық керуенді жіберген болатын. 13 жылдан кейін керуен қайта оралды. Оған қатысқандар Қытайдан орталық Азияға тікелей жүріп өткен болатын. Дәл осы жолмен батысқа қарай барлық керуендер жүретін болған. Уақыт өте келе орталық Азия мен Қытай арасындағы сауда саттық нығайды. Қытайдан шыққан керуендер солтүстік Тянь-Шань тауларына бағыт алып, орталық Азияны кесіп өтіп, ары қарай Батыс Амудария, Хорасан арқылы Месопотамия мен Жерорта теңізіне жететін. Ұлы Жібек жолының қашықтығы 12 000 шақырымды құрады. Сондықтан саудагерлер толық мұндай қашықтықты жүріп өтпеген. Көп жағдайда олар ауысумен жүріп, жолдың ортасында өз тауарларын ауыстырып алуға тырысты. Жібек жолы арқылы көп жағдайда жүзім мен мақта, жылқылар мен азықтық дақылдар жеткізілді. Тауда қолөнер шеберлері жаңа өнер түрлерін игеріп алды. Темірден жасалған бұйымдарды жасау ісі шығыстан, ал шыны жасау ісін батыстан үйреніп алды. Осы кезде Жібек жолы қатып қалған бір бағыттан тұрды деуге болмайды. 100 жылдар бойы оның жолдары ауысып, керуен бағыттары құбылып тұрды. Тиімділігі жоғары бағыттар өркендесе, пайдасы төмен бағыттар құлдырады. 6-7 ғасырларда ең жиі пайдаланылған Қытайдан Жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өткен бағыт болатын. Бұл бағыт арқылы бірінші кезекте алтынмен қатар әлемдік валюта түріне айналған жібек матасы тасымалданды. Бұл қымбат матаны патшалар мен елшілерге сыйлық ретінде ұсынылып, жалданбалы әскерге жалақы төленіп, мемлекеттік қарыздар осы жібек матасымен қайтарылды. Өз кезегінде Рим мен Византиядан, Үндістан, Иран мен Араб халифатынан, кейінгі жылдарда Европа мен Русьтен осы елдерде өндірілген тауарлар да тасымалдана бастады. Жібек жолы бойында тұрған Отырар, Тараз, Сайрам, Түркістан, Суяб, Баласағұн және тағда басқа қалалар өркендеп, сауда орталығы ғана емес, сонымен қатар мәдени және ғылым ошақтарына айналды. Орталық Азия, оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өткен Жібек жолы 14 ғасырға дейін пайдаланылды. Оның жойылуына тайпалар арасындағы соғыстар мен қытайлықтардың теңіз жолдарын игеруі себеп болды. Ғасырлар өте келе, Ұлы Жібек жолының тарихи орны мен маңыздылығы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің құрылысымен жалғасты. Ұлы Жібек жолы 7000 шақырымға созылды. Бұл жолмен түйе керуендері Қытайдан, Еуропа елдерінен жібек матасын және тағы басқа да тауарлар тасымалдаған. Көп жылдардан соң соғыс зардабынан қалалар жойылды. Теңіз жолдары дамыды. Енді қытайлықтар өз тауарларын теңіз жолдары арқылы шығара бастады. Сөйтіп, Ұлы Жібек жолы тоқтады. Оқушылар, мына картаға назар аударайық. Бұл картада Қазақстан жерінен Ұлы Жібек жолы өткен жолдарды көрсеткен. Жол бойында Отырар, Сығанақ, Құлан сияқты әдемі қалалар болған. Ұлы Жібек жолының сауда керуендері өтетін жолының бойында ежелгі қалалардың пайда болу себебі. Керуеншілерге ұзақ жолдан демалуға тоқтап, түйелерін тынықтыру керек болды.
Бұндай жерлерде керуен сарайлар салынып, саудагерлер тауарларын сақтайтын. Сол жерде тұратын жергілікті тұрғындар мен саудагерлер арасында сауда-саттық басталатын. Сондықтан бұл жерлерге адамдар қоныстана бастады. Олар саудамен, қолөнермен, жер өңдеумен айналысты. Осындай жолмен қала пайда бола бастады. Ал бұл уақытта дамыған қала отырар одан сайын өсіп гүлдене түсті. Оқушылар, бейнефильмге назар аударайық. Сәлем достар, бүгінгі тақырып Отырар қаласы жайлы болмақ. Отырар қаласы шығыс әлеміне танымал болған қала. 6 және 8 ғасырларда Сырдария өзенінің ортағысында Отырар саяси орталық болған екен. Отырардың тез өсуіне Ұлы Жібек жол әсер етеді. Иран, Орта Азиядан Сібірге, Сібірден Монғолия, Қытайға қатынайтын ірі орталықтардың бірі болады. Оның билеушісі Қайырхан есімді әскербас еді. Отырар қаласын басып алуға Шыңғысхан 200 мыңға жуық әскер жібереді. Бірақ отырарлықтар жайдан жай берілмеді. Қас қаны қамғанша, соңғы демі қалғанша біздің бабаларымыз күреседі. Осылай ер жүректікпен біздің бабаларымыз 6 айға жуық берілмей шайқасады. Оқушылар, бейнефильм не туралы? Оқушылар, Отырар туралы. Отырар ежелгі қала. Оқушылар, оқулықтарыңызды ашып, оқулықтағы мәтінді оқиық. Қазбалардан қыш ыдыстар, әшекейлер, темірден, алтыннан соғылған бұйымдар табылды. Бұл Отырар қаласында ағаш, темір, қыш бұйымнан жасайтын шеберлер тұрғанын дәлелдейді. Шеберлер мен ұсталар жасалған әртүрлі бұйымдар мен құралдар Ұлы Жібек жолы арқылы дүние жүзіне тараған. Археологтар Отырардан күміс тиындардың қоймасын тапты. Демек, мұнда күміс тиындарды шекейтін теңге сарайы болған. Күміс бетіне әшекелеу үшін оған арнайы құралмен өрнек салды. Оны шеку деп атайды. Алтын, күміс, асыл тастармен жұмыс істейтін шеберді зергер дейді. Оқушылар, оқулықтағы суретке қараңыздаршы. Бұл ежелгі Отырар қаласы. Қаланың сырты биік дуалмен қоршалғанын көріп отырған боларсыздар. Қала тұрғындары ондай мықты дуалды жауларынан қорғану үшін соққан екен. Қалаға дуалдың түнде жабық тұратын, үлкен қақпасы арқылы ғана кіретін болған. Қаланың ішінде де билеушінің өз сарайы болған. Ертеде арабтар Отырар қаласын Фарат деп атаған екен. Жанында атақты адамдардың үйлері орналасқан. Шет жақтарында саудагерлер мен шеберлер тұрған. Шеберлер мен ұсталар әртүрлі құмыра, ыдыс-аяқ, балта, пышақ, әшекей бұйымдарын жасаған екен. Оқушылар, археологтар ежелгі Отырар қаласының орнынан табылған әр затты зерттеуде. Оқушылар, археолог деген кім? Келесі суретте көріп отырғандарыңыздай шебер мен көзеші. Қыштан бұйым жасайтын шеберлерді көзеші дейді. Суретте көзешілердің жасаған ыдыстары бейнеленген. Ондай ыдыстарды қазіргі кезде кездестіруге бола ма? Қазіргі кезде осындай ыдыстар бар ма, оқушылар? Тапсырма. Суреттегі дайын бұйымдардың өрнектеріне мән беріп, сипаттап бер. Отырар тақырыбында 5 жолды өлең. Зат есім, сын есім, етістік, сезімді білдіретін тіркес, синоним. Оқушылар, бүгінгі сабақтан не түйдік? Берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Қаланың сырты немен қоршалған? Қай уақытта Қамал қақпасы ашық болады?
ертеде арабтар отырар қаласын не деп атаған? Қаланың ішінде нелер бар? Ішкі қамалда не орналасқан? Қаланың шет жағында кімдер тұрған? Шеберханалар мен ұстаханалар қаланың қай жерінде орналасқан? Оқушылар, бүгінгі сабақты қаншалықты меңгердіңіздер? Кері байланыс бере қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, оқушылар.